Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай өте керемет дәмді болып пісетін котлеттердің дұрыс жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: фарш қажет болады, бұқаңқы нанымыз қажет болады, бір пияз, картоп, бір данадан тұз, дәміне қарай бір жұмыртқа және қара бұрыш. Өз қалауларыңыз бойынша чеснок салсаңыз да болады. Нанымыздың шет-шетін осылай видеодағыдай кесіп аламыз. Бізге ортасы ғана қажет. Осылай кесіп алдық. Енді осы нанымызды ыдысымызға салып, үстінен жылы су құйып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Суымыз жылы болуы қажет, және де 10-15 минут тұруы керек. Пиязымызды үккіштің көмегімен осылай үгітіп аламыз. Осы пияздарымызды біздің фаршымыздың үстіне салатын боламыз. Картопты да осылай үккіштің ұсақ көзімен өткіземіз. Картопымызды жақсылап өткізіп алып, бұны да осы фаршымыздың үстіне салатын боламыз. Бәрін салып алдық. Енді 10-15 минут тұрып бұқтырылған нанымыздан суын осылай сығып алып, нанын ғана қосатын боламыз. Нанымызды қостық. Енді үстіне бір жұмыртқамызды, қара бұрышымызды, дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Өз қалауларыңыз бойынша осы жерде сарымсақ қоссаңыз да болады, чеснок. Енді осы салмамыздың бәрін салып, осы салмамызды жақсылап қолымызбен мұжып араластыратын боламыз. Біздің осы картоп бәрі жақсылап араласып бірігуі қажет. Сондықтан қолымызбен қаттырақ қысып мұжып араластыратын боламыз. Осы фаршымызды енді осылай ұрғылайтын боламыз. 3-4 рет осылай ұрып, нығыздалуы қажет. Біздің фаршымыз дайын болды. Енді осы фаршымыздан осылай қолымызға алып, котлеттің формасын шығарамыз. Біздің котлеттеріміздің салмағы қажет болса, әрбір котлетіміз 80 граммнан болуы қажет. 80 граммдай фарштан алып, котлет жасайтын боламыз. Формасын шығарып, ұнға аунатамыз. Ұнға аунатып, артық ұндарын осылай түсіріп, котлетімізді жасап аламыз. Қалған котлеттерімізді де осылай жасаймыз. Осы видеоның астына мен қажетті заттарды жазып қалдыратын боламын. Осылай формасын шығарамыз мінекей. Және де ұнымызға аунатып, артық ұндарын кішкене қағып, түсіріп тастаймыз осылай. Біздің котлеттеріміз осымен дайын. Осы дайын котлеттерімізді табамызға қуырып алатын боламыз. Табамызды отымызға қойып, майымызды құямыз. Майымыз табамыздың астында осылай кішкене ғана болса жарайды. Көп май құймаймыз. Қызып тұрған майымызға котлеттерімізді салып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Котлеттерімізді осылай салып, қақпағын жауып қуыратын боламыз. Осылай қызарған котлеттерімізді аударатын боламыз. Аударып, екінші жағында осылай қызартып қуырып аламыз. Қақпағын жауып, екінші жағы да қызарғанша 10-15 минут ұстайтын боламыз. Біздің котлеттеріміз осылай қызарып, қуырылды мінекей. Майымыздан шығарып аламыз.
Біздің котлеттеріміз бірақ толық піспеген болуы мүмкін. Сондықтан осындай ыдысымызға котлеттерімізді салып, біз духовкамызда 180 градуста 15-20 минуттай ұстайтын боламыз. Іші толықтай піседі, және де сочный болып шығады біздің котлеттеріміз. 180 градуста 20 минуттай тұрды. Біздің котлеттеріміз дайын. Осындай пюремен ұсынсаңыздар болады. Осы пюренің жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын. Өтіп қарасаңыздар болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Қазір ішін көретін боламыз. Біздің котлеттеріміз өте жұмсақ және сочный болып шыққан. Іші де толықтай піседі. Астарың дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.